Сәлем, сіздермен бірге қазақша СМ. Бүгін сіздермен актуален жайлы, яғни хайлайтстар жайлы сөйлесетін боламыз. Осыдан 4 жыл бұрын Instagram жаңарған болатын, және Instagram жаңарумен бірге бізге сторис форматын қосып берді. Жалпы осыған дейін сторисіз қалай біз аудиториямен байланысқанымыз елестете алмаймыз. Жалпы сторисіз қалай Instagram болған. Бірақ қазір сторис өте мықты құрал, сондықтан да оны дұрыс пайдалансаңыз, тек сіздің пайдаңызға жарайды. Стористі дұрыс пайдалану дегеніміз не? Дұрыс пайдалану дегеніміз өз аудиторияңызбен байланыс орнату. Тек қана ақпараттық емес, және де қызығушылықтардың байланысы емес, эмоционалдық түрде байланыс орнату. Ол үшін бірнеше қағидаларды ұстанған дұрыс. Біріншіден, стористе пайдалы болуға тырысыңыз. Яғни, сіз өз аудиторияңыздың ой-өрісін, сізге бөліп жатқан уақытын бір тиынға баламаңыз. Оны бағалаңыз. Сол себептен де әр сторисіңізді белгілі бір барлығын енді инсайттарға, ақыл көлікке толтырыңыз деп айтпаймын, бірақ пайдалы болуға тырысыңыз. Өз аудиторияңызға бірнәрсе ұсынуды, бірнәрсе айтуды, немесе жаңа бірнәрсе көрсетуді, жарнама жасаған күннің өзінде де өз аудиторияңызға пайдалы болатын жағын көрсетіңіз. Екінші, эмоционалдық байланыс. Сіз эмоцияға толып тұрған кезде, қатты қуанып, не қатты ренжіскен кезде, көбінесе мен өзім позитивті көңіл күйді бөлісуді ұстанамын. Яғни, жақсы көңіл күй болған кезде, жақсы бір инсайт алған кезде, жақсы бір жаңалық болған кезде, жақсы эмоцияны көрсетсеңіз, ол өз кез келген аудиторияға жақсы өтеді. Өйткені эмоция шынымен де адамның миына қатты әсер етеді. Үшінші, рубрикалар ойлап табу. Рубрика дегеніміз сіздің сторисіңізда күнделікті қайталанып тұратын оқиға, немесе жайттар, немесе сіздің бөлісетін ақпараттарыңыз. Жалпы актуальныйды қалай толтыру керек, қалай оның фонын жасау керек, және қалай оны атау керектігін келесі постта көрсететін боламын. Егер сіздерге ұнаса, осы видеоны сақтап, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Сіздермен болған қазақша СМ, менің есімім Айолым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.